Қайырлы күн достар. Бізде бүгін 6-шы сабағымыз. Бүгінгі сабақта біздер яғни Arduino Uno'ға батырма қосу арқылы, яғни батырманы қосудың екі жолын үйренеміз. Сонымен бірге батырма қосу арқылы жарық диодты, сосын пьезоэлементті басқаруды қалай екенін қарастырамыз. Олай болса, бастайық. Сонымен жалпы батырма ұғымы, яғни Arduino жинақтың ішінде батырма тактылы кнопка деп аталады. Яғни ол белгілі бір режимді фиксация жасамайды. Мысалға, үйімізде күлчәтіл тұрған кезде күлчәтілді басатын болсақ, ол біздерде фиксация жасайды. Мысалға, басылды, свет жанды, жанған күйінде тұрып тұрады. Ал егерде дейтін тағы да мысалға световой фильтр солардың ішіндегі. Ал егерде Arduino ішінде тактовый кнопка басқанда ғана ол цепті қосады, жібергенде қайттан цепті ажыратады. Сондықтан да оны тактовый кнопка деп аталады. Ол бізде Tinkercad'ымыздың ішінде push button деп аталады. Мен схеманың адына жинауым керекпін. Сонымен Arduino'мыз көрініп тұрса, схеманы жинайық. Бірінші жарық диод жинаймыз. Жарық диодымыз. Жарық диодтың өткен сабақтардан білеміз, екі контактісі бар. Анод, катод. Сонымен бірге жарық диодқа біздер кедергіні қосамыз. Жарық диодымыздың кедергісі 220 Ом. 220 Ом. Кедергімізді қостық. Енді Arduino'мызға жарық диодымызды тоққа қосайық. Бірінші минус ток ground аламыз. Оны макеттік платадағы минусқа қосамыз. GND. Ол бізде минусқа. Енді екінші қызыл түсті провод алайық. Жарық диодымыздағы резистордан кейінгісін міндетті түрде сандық портқа қосамын. Мысалға, жарық диодым екінші портқа қосылған. Енді жарық диодымды минусқа қосайын. Енді батырма, push button. Яғни Tinkercad'тың ішінде ол push button деп аталады. Батырманы қосудың екі жолы бар. Бірінші жолын қазір біздер, яғни подтягивающий резистор дейді, тоққа тартылатын резистор арқылы қосайық. Сонымен резисторым менде 1 килоом. 1 килоом кедергі, оны мен батырманың жалпы 4 контактісі болғанмен, ода мынандай нәрсе бар. Терминал 1А, 1Б, 2А, 2Б деп аталады. Сонымен бізде мына терминал 1А мен 1Б бір линия. Яғни 1А-ға ток кіретін болса, ол 1Б-да да сондай ток болады. Сәйкесінше 2А-ға қандай ток кіреді, 2Б-да да сондай ток болады. Сондықтан да біздерде кедергіні қай жағына қоссақ та, яғни не жоқ, полярность жоқ батырмада, өзіміз білеміз. Сонымен мен батырмаға кедергімді минус қатарға қостым, GND-ға. Енді мен макеттік платаға 5 вольт токты қосайын. 5 вольтымды алып, макеттік платадағы плюс контактіге ток беремін. Сәйкенше менде мына қатардың барлығы толықтай 5 вольт. Енді екінші қатарды былай қосып алайық. Сонымен батырмамды минусқа қостым, 1 килоом кедергі арқылы, және батырмамды плюс 5 вольтқа қостым. Енді осы батырманы сигналға қосам. Ол үшін менде GND-ден жоғары алып, кез келген сандық портқа қосылады. Мысалға 4D4. Енді қарайық. Мына немізде, тақтамызда бізде комментировать ететін қайсысы? Қалам. Жақсы. Сонымен бізде батырмамыз қосылған. Батырмада 4 контакты бар. 1, 2, 3, 4. Бірақ шын мәнінде мына екеуі бірге жалғанып бір, мына екеуі бірге жалғанып бір. Енді біз қарайық. Неліктен резисторды қолданамыз кедергіні? Бізде мына Arduino Uno'дан 5 вольттық тогымыз шығады. Ол сәйкесінше келіп, мына 2А мен 2Б-ның барлығында 5 вольттық ток тұрады. Яғни біз Arduino'мызды питаниеге қосқан кезде. Енді қарайық, батырманы басқанда қандай жағдай орындалады? Басқа түсті алайын. Батырманы басқанда, мына ортада басатын неміз бар. Біз мына басқанда екі сары бір-бірімен байланысады. Екі сары байланысқанда біздің 5 вольттық тогымыз екінші жаққа өтеді. Сол кезде шыққанда ода екі таңдау жолы бар. Біріншісі жоғарыға, мен қосқан морковный проводпен жоғарыға кетеді. Екіншісі төменге кедергі жаққа кетеді. Енді мына жерде тұрған екі кедергінің қызметі екі түрлі. Жарық диодта тұрған кедергінің қызметі екінші порттан шыққан ток 5 вольт тогым
220-ға тұрған резисторға келіп 5 вольт болып кіріп қайттан шыққан кезде 2 вольтқа айналатын болса, яғни мында дейтін бізде 5 вольтпен кірді, мында ол 2 вольтқа айналды. Сөйтіп менің жарық диодымды жанып кетуден қорғайтын болса, мына жағдайда ол мына минустан келіп отқан сигнал токты 1 килоом арғай өткізбей өзінің бойында, яғни жылуға айналдырып береді. Сол кезде ток мына плюс тогым өткен кезде ода екі вариант бар, либо жоғарыға, либо төменге. Мына жақта минустар жетпей жатқандықтан бізде ток дегеніміз электрондардың қозғалысы да, ол яғни қай жерде минус электрондар жетпей жатады, плюс сол жерге барып толықтырады. Яғни бірден плюстың көп бөлігі бізде мында резистор жаққа ағыны сол жаққа кететін болады. Енді бізде Arduino'мда ток күші 0,14 миллиампер. Болмаса қалған сигнал, мына ағынмен келген сигналдың бір бөлігі ғана үзік-үзік болып, ол менде мына 4-ші портқа кетеді. Сол кезде Arduino'м менде батырманың басылғанын түсінетін болады. Яғни батырманың басылғанын түсінеді қазір. Батырма. Енді осы схемаға қарап отырып, қосылу схемасын сызайық. Бұдан түсініп тұрғанымыздай батырманы былай қарастыруға болады. Мынау менде батырмамның екі контактісі. Мынау үстінен басатын. Мынау менде 1А, мынау менде 1Б. Мынау менде 2А, 2Б. 1А менде кедергі қосылған. Мінекей 1Адан басқа түсті алайын. Мінекей 1Адан менде кедергі қосылып тұр, резистор. Резисторым қосылып тұр. Менде R резистор, R-ым тең болады 1 килоом. Сосын R арқылы, R-дан арқылай. Бұл менде минусқа қосылып тұр. GND. Минусқа қосылып тұр. Енді 2А. 2А немесе 2Б. Ешқандай не жоқ. Айырмашылық жоқ. Ол менде 5 вольттық питание қосылып тұр. Мынау менде 5В. 5 вольттық питание. Енді екінші жоғары жағы кедергіден дәл жоғары еткен. Ол менде сандық портқа. Яғни менің жағдайымда ол D4-ке жалғанған. Сонымен 5 вольтта келген ток, мына барлықтың барлығын, мысалға мен сарымен алайын, 5 вольттан мына сары сызығым ток болсын, келіп тұр, ол мына барлығын 5 вольт алып тұрады. Мен батырманы басқан кезде, сары төменге басылған жағдайда, токта екі жол бар. Мында менің кедергім минус токты тежеп тұрғандықтан, плюсімнің барлығы бірінші осаған ағын, яғни ағылады. Қалғаны ғана сигналдар үзік-үзік болып, менде 4-ші портқа қалады. 4-ші портқа сигнал келген бойда менде Arduino түсінеді. Батырма басылған туралы. Енді егерде мына кедергі болмаса не болады? Ондай жағдайда мына Arduino'нан шыққан 5 вольтым толық бір циклді тұрап, қайттан 4-ші портқа кетеді. Ал енді менде 4-ші портым ол өзі 5 вольтпен жұмыс істейді, максимально. Яғни 5 вольт қайттан шығып, екінші 5 вольтқа келгенде онда нагрузка болады, менде Arduino'да жанып кету болады. Сондықтан да бұл жерде кедергі жанып кетуден қорғау үшін тұрған нәрсе. Сондықтан бұл резисторымызды, былайша айтқан кедергімізді подтягивающий резистор деп атайды. Бұл схемада оның қызметі осындай. Түсінікті болды деген ойдамыз, схеманың бәрін сызып аласыздар. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жазсаңыздар, қайтып түсіндіріп сабақ түсіре аламын. Так, мұнан мен қалай кетірем? Так, енді мынау менде қазір қарайық. Қозғала ма? Қозғалмайды. Мынау жерден жауып тастаймыз. Quit. Так, енді программамызды қарайық. Енді программа былай болу керек. Батырманы басқанда жарық диодым жану керек. Олай болса, программа жазайық. Так, бұл алдында комментарийде жазды. Бұл қандай программа деп? Бұл Tinkercad. Tinkercad'та, яғни осындай симуляция жасауға болады. Сонымен текстовый блок жазайық. Так, мен екі переменный жасаймын, айнымалыны хабарлаймын. Біреуі LED болсын, ол тең болады менде екінші портта, сосын екінші батырма. Үлкейтіп алайын. Екінші батырма. Int button. Батырманы хабарлаймын, ол менде 4-ші портта. Так, бүгін немесе ертең осыған дейін өткен программалардың бағдарламалар барлығы Telegram канал описаниеде болады, соған сонда тұрады, сілтеме соған қосылсаңыздар, сонда барлық программаларды саламын. Так, pin mode LED
режим output болады, оны білеміз өткен сабақтардан. Енді батырма үшін режим. Pinmod button режимі менде input болады. Input режимде. Input режим деген нені білдіреді? Екінші портым менде жарықты жану үшін токты шығаратын болса, ал төртінші портым батырманың басылған сигналды оқу үшін қабылдайтын режимде болады. Оның алдында сабақта айтқандағыдай екі режим болды ғой. Біз біріншіде екінші портта input режимін өшіріп тастаған болсақ, төртінші портта біз output режимін өшіріп, орнына тек қана input режиммен жұмыс жасайтынын көрсетіп тұрмыз. Енді void loop. Енді бұл жағдайда жалпы программа жазудың түрлері көп. Біздер бүгінгі программада осы схемамен қатар if else деген шарттық циклда да жұмыстанамыз. Енді қарайық. Int but state. But state деген айнымалы хабарлаймын. Қазір мен жазып алайын, түсіндірем. Так, digital read button. Так, енді шартқа көшем. Егер but state тең болса, так, high. Онда digital write let болатын емес, let high болу қажет. Олай болмаған жағдайда else, так, if-тің фигурал жақшасын жабайын. Жарық диодым. Low болу қажет. Так, енді программаны түсіндірейін. Бұлда бізге жаңа мәлімет қандай? Так. Сонымен int let 2. Бұны білеміз де, жарық диодым менде екінші портта қосылған. Int button, жаңа айнымалы. Button ол менде төртінші порт. Бұл айнымалы атауы. Button дегенге міндетті түрде осылай button болуы міндетті емес. Let пен button ол өздеріңізге ыңғайлы атауда хабарлауға. Функция void setup, фигурал жақшасы ашылып жабылды. Біз осыған дейін output режимдермен жұмыс жасадық. Осыған дейінгі 5 сабақта, бүгінгі сабақта бізде жаңа нәрсе, ол бізде input режим. Яғни input деген қабылдау. Яғни бұдан мына нәрсені түсінуге болады. Өткенде қайталап айтам, Arduino'да порттар екі режимде жұмыс істей алады. Сигналды токта шығара алады, және немесе қабылдай алады. Яғни output немесе input. Бізде төртінші портымыз input режимде жұмыс істейді. Void loop циклі, фигурал жақшасы ашылып жабылды. Енді мынандай нәрсе. Егер де жоғары жақта айнымалы қабылдауға хабарланбаған болса, оны қандай да бір функцияның ішінде қайтадан хабарлауға. Тек бір ғана шартпен мына хабарланған айнымалымыз хабарланудан бұрын жазылмау қажет. Яғни компиляция жоғарыдан төмен жүргізеді. Мысалы сіздер void loop'тың ішінде int but state деп хабарлап, бірақ but state деген айнымалыны, мысалы void setup'тың ішінде жүретін болса, int деп хабарланбай. Онда компиляция жасағанда сіздерде программада қате бар деп айтады. Себебі ол бірінші типі көрсетіп хабарлану қажет, сосын барып қолдана беру болады. Сондықтан да бұндай қателікті жібермеген жөн. Енді қарайық, but state тең болады. Программалау тілінде тек қана бір тең болады болса, ол меншіктеу дегенді білдіреді. Яғни but state деген бізде режим input болғандықтан, сәйкесінше оның режимі бізде read болады. Яғни екеуі көбіне бірдей жүреді, солай жадта болу керек. Режим input па сигнал, болса ол сигналдың несін жағдайын білу үшін міндетті түрде сол сигналдағы ақпаратты оқимыз. Read. Digital read. Яғни сандық портта данныйды оқимыз. Қай данныйды? Баттың қосылған төртінші порт. Оқиды да, ол өзінің оқығанда цифр жағдайы қандай болып жатқанын бәрін but state'ке меншіктейді. But state сол данныйды өзіне алып алады. Сосын ары қарай салыстыруға көшеміз. Егер сосын әйтпесе, если иначе орысшада, if else, if but state, қандай енді алдағы уақытта батырманың жағдайын бәрін but state деген сөзді мен қысқартып қойдым. But деген but state состояние, яғни батырманың күйі. Батырманың күйі екі рет if-тің ішінде тең болады, екі рет болатын болса, ол салыстыру тең бе деген мағынаны білдіреді. Яғни батырманың жағдайы high деген мәнге тең бе?
high деген сөз сигнал бар, яғни ток жоқ емес, сигнал бар деген сөз. Егер де батырманың күйінде сигнал бар болса, high болатын болса, онда digital right LED high, яғни жарық диодым қосылады. Әйтпесе деген сөз енді либо сигнал бар, либо сигнал жоқ та. Әйтпесе сигнал жоқ жағдайда менің жарық диодым өшіп тұрады. Фигурал жақша else-тікі, фигурал жақса ашылды, жабылды. If-тің фигурал жақсасы ашылды, жабылды және ашылды. Енді мынандай жағдай бар. Егер де if-та немесе else-тің ішінде команда, тек қана бір команда жазылатын болса, дәл қазір менің жағдайымдағыдай, ондай жағдайда фигурал жақшаны қолданбай ақ қоюға болады. Бірақ та балалар алдағы уақытта Arduino жоба жасағанда тек қана бір компонентпен ғылыми жоба жасап немесе қандай да бір жарысқа қатысуға келмейді. Сондықтан да сіздер міндетті түрде бірнеше компонент қолданасыздар. Соның ішінде кем дегенде 2-3 команда, 2 немесе одан көп команда қолданса, ол if-тің шарттың ішіне кіруі мүмкін. Бағдарлама тілінде жалпы C++-ның шарты бойынша, егер де if-тің немесе else-тің денесінің ішінде команда 2 немесе одан көп болатын болса, міндетті түрде фигурал жақша ашылып жабылу керек. Сондықтан да мен өзім оқушыларға осыны үйреткен жағдайда, бірден фигурал жақшаны ашып жауып үйретемін. Себебі, яғни жазып солай үйрене беретіндей, алдағы уақытта қандай да бір бірнеше компонент қолданатын, бірнеше команда жазатын болса, автомат түрде ашып жабуды үйреніп қалу үшін бірден көрсеткенде, осы мына сіздерге қалай көрсетіп жатырмын, тап болса оларға да фигурал жақшаны ашып жабуды үйретемін. Так, егер де бағдарлама жағы түсінікті болса, біздің жұмысымыз тексеріп қарайық. Так, сонымен start simulation. Так, батырманы бастым, міне жарық диод жанып тұр. Батырманы жіберем, жарық диод өшеді. Басам, жанды, жіберем, өшеді. Енді бұл деген бірінші жағдай. Яғни мен жаңа батырманы басқанда, мына 5 вольтындағы ток бұлайны өтіп жатыр. Өтіп келіп, ары қарай барып сигналмен 4-ші порттың жағдайы, баттың жағдайы. Батыстайды. Менде хай болып тұр. Сондықтан да if дегенде жағдайым хай болғандықтан менде жарық диодым жанып тұр. Жіберген жағдайда өшеді. Енді батырманы жалғаудың екінші жолын қарастырайық. Екінші жолы ол режим input pull up деп аталады. Яғни режим деп айтқандықтан қазір біз программада режимді өзгертетін боламыз. Ол екінші жолы мынандай. Онда бізге кедергі қажет жоқ. Және 5 вольттың да қажет жоқ. Яғни бір сигнал менде дейтін 4-ші портқа қосылады, екінші сигнал менде минусқа жендеге қосылады. Бірақ бұнда мынандай нәрсе бар. Бұл жағдайда бізде қосылған уақытта батырмамыз жұмыс жасау үшін біздер сигналды енді дейтін кедергі арқылы бірден 4-ші портпен жұмыстанбайды. Енді 4-ші порттың ішінде, жалпы Arduino жинақтың ішінде, мына контроллердің ішінде өзінде встроенный резистор дейді, орнатылған резисторлар бар. Бізде енді сигнал 4-ші порт өзінің данныйын. Мына сигнал келгеннен кейін ақпаратты сол келген резистор ішіндегі қосылған резистор арқылы ақпаратты жинау керек. Сондықтан да біздер оны түсіндіру үшін режим мына input-ты input pull up-қа ауыстырамыз. Input pull up. Және input pull up-тың режимі тағы да бір режимі. Ол енді қосылып тұрған жағдайда сигнал бар деп постоянно сигнал беріп тұрады да. Соған білесіз, бізде батырғанда, бізде басқан кезде, батырманы басқан кезде сигнал бізде үзіледі. Бізде яғни режим керісінше жұмыс жасайды. Басылған жағдайда low деген сигнал болады, яғни сигнал цеп үзіледі. Басылмаған жағдайда цеп постоянно жұмыс жасап тұратын болады. Қазір тексеріп қарайық. Бастым деген жұмыс жасап тұр, баспадым, өшіп тұр. Егер де программа тілінде мен мынаны бұрынғыдай high деген режимге қоятын болсам, міне жарық диодым постоянно жанып тұрады. Батырманы басам, басқанда менде жарық диодым өшіп тұр. Яғни бұл режимге байланысты. Бізде қандай режимде жұмыс жасау қажеттігін батырмаға қатысты. Сондай режиммен көрсетеміз. Егер де кедергіні батырмаға өзіміз қоссақ, режим тек қана input болады, және сигнал мында high болып қала береді. Егер де
батырманы қоспай ардуиноның ішінде орналасқан резисторды қолдану қажет деп көрсететін болсақ, онда режим input pull up болады. Мұнда біздер нелерді шарттарды кері бағытқа ауыстырамыз. Яғни егер онда осыдан ауыстыруға болады, немесе астында екеуін ауыстыруға болады. Мынаны low, мынаны high ретінде ауыстыруға болады. Сонымен достар, бүгінгі сабақта біздер батырманы қалай жалғауға болады? Бірінші, екінші if шарттарын қалай қолдануға соны өттік. Келесі сабағымызда батырма мен без элементті байланыстырып, пианино жобасын жасайтын боламыз. Олай болса, келесі сабақта кездескенше. Рахмет.